Неліктен жырық ыдыспен ас ішпе дейді. Қонақ күту қазақта Ыбырайым пайғамбардан қалған деген түсінік бар. Бірде Ыбырайым қонақ күтіп отырса, Ібліс келіпті. Ыбырайым селк ете қалып, «Әй малғұн, сені кім шақырды?» дейді. Ібліс сонда: «Тәңірі жырық ыдыстан маған дәм бұйыртқан. Кесесі кетік пен табағы жырыққа қонаққа мен келемін» дейді. Ыбырайым дастарханға қараса, кетік ыдыс тұр екен. Жырық кесені алып сыртқа лақтырып тастайды да: «Онда несібеңді сырттан ізде» дейді. Содан бастап қазақ халқында кетік сынған жырық ыдыстан ас ішпейді екен. Жырық ыдыстың кетігінен сайтан қосарлана ас ішеді деген түсінік қалады.